Айгүл мен Ержан жас жұбайлар. Олар бірін-бірі шынайы сүйіп, үлкен махаббатпен отбасын құрды. Айгүл ауылдан шыққан сабырлы әрі мейірімді қыз болатын. Ержанның анасы Қалима апа баласының бақытын ойлап, оны үйлендіруге асыққан. Той өте сала Айгүл үй шаруасын ұршықша үйіріп алып кетті. Бірақ енесі Айгүлді ауылдың жаман қызы деп менсінбей мінезін көрсете бастады. Ал келін, қаланың салт дәстүрін жақсы білетін шығарсың, деді Қалима апа келіннің қолынан шай ішіп отырып. Я апа, сіздің әр сөзіңізді ескеремін деп күлімсіреді Айгүл. Бірақ бұл күлімсіреу Қалима апаның көңілінен шықпады. Жуас бола қалуын мынаның, әлде сүмірейтемін сені, деді ішінен. Келін үйдің шаруасын дөңгелетіп алып кеткен соң, қолы босап, іші пысқан Қалима апа Айгүлдің әр қадамын бақылап отыратын болды. Айгүл бәрін дұрыс жасауға тырысса да, енесіне жағу оңай болған жоқ. Шайға қантты көп салыпсың. Біз қантты аз жейміз, деді ол бір күні келіннің жасаған шайын ішіп отырып. Айгүл үндемей басын изеді, бірақ іштей ренжіді. Ол енесінің көңілінен шығуға барын салды. Бірақ Қалима апа әрдайым бір кемшілік табатын. Сен маған лайық келін емессің. Ержанға саған ұқсамайтын жақсы қыз табылуы керек еді, деп ашық айтты бір күні Қалима апа. Бұл сөздер Айгүлдің жүрегіне ауыр тиді. Бірақ әлі үйренісіп кетеміз ғой, деп ойлады. Уақыт өте келе Айгүлдің аяғы ауырлады. Оны білген Ержанның қуанышында шек болмады. Айгүл алғашқы ұлын дүниеге әкелді. Жаңа туған нәресте бәрінің өмірін өзгертетіндей болды. Бірақ Қалима апа өз әдетінше келіннің еш әрекетін мойындамады. Баланың күтіміне дұрыс қарамайсың, қалай ана болмақсың, деп үнемі сын айтатын. Айгүл ұлын тәрбиелеуге барынша тырысты. Бірақ енесінің сөздері оны үнемі мазалайтын. Ол өз-өзіне, неге мен қанша тырыссам да апаның көңілінен шыға алмаймын деп жиі ойлайтын. Бір күні Айгүл шыдамай Ержанға өзінің ренішін айтты. Ержан, менің апаның сөздерінен шаршадым. Мен бәрін дұрыс жасауға тырысамын, бірақ оған бәрібір. Анам сені үйренсін дейтін шығар, назар аудармашы, деді Ержан. Ержан анасы мен әйелінің арасындағы шиеленісті шешуге тырыспады. Айгүл мен Қалима апаның арасы уақыт өте келе одан сайын суи түсті. Қалима апа үйдің басқа туыстарымен келіні туралы жиі сөз қозғайтын. Келінім қолынан ештеңе келмейтін адам болып шықты. Тіпті ана баласын да қалай баптауды білмейді. Үйге дұрыс қарамайды, балама лайық емес, деп шағымданатын ол. Бұл әңгімелер туыстар арасында да Айгүлге қарсы көзқарас қалыптастырды. Кейбіреулері тіпті Қалиманың көңілінен шыққысы келіп, Айгүлдің берген сәлемін алмай, көрсе де көрмегендей боп, қасынан өте шығатын. Бұның бәрін көріп, іштей қатты ренжіген Айгүл шыдамай Ержанға: мен бұл үйде енді қала алмаймын. Апаның сөздері менің жанымды жаралайды. Мен өз үйіме кетемін, деді. Ержан бұл шешімге таң қалды. Бірақ анасының кетсе кете берсін деген сөзіне қарсы келуге батылы жетпеді. Айгүл баласын алып өз ата-анасының үйіне қайтты. Қалима апа бұл жағдайға ренжудің орнына керісінше қатты қуанды. Балама жақсы қыз тауып беремін, осы күнді күтіп жүредім, деді ол. Айгүл өз үйінде тыныштық тауып, баласын тәрбиелеуге кірісті. Ол енді өзіне көбірек көңіл бөліп, өзінің жеке өмірін қайта құруға тырысты. Ержан бастапқыда анасының қасында қалып, өз өмірін жалғастырғандай болды. Бірақ уақыт өте келе, ол әйелін және баласын қатты сағына бастады. Қалима апа болса, бәрі орнына келеді деп ойлады. Бірақ үйдің іші босап, қаңырап, бос қалғанын сезіп, оның көңілінде бір түрлі өкініш пайда болды. Көп уақыт өтпей, Қалима апа немересін сағына бастады.
Ол енді Айгүлдің орнына келген ешбір адам немересіндей жақын бола алмайтынын түсінді. Оның жүрегінде алғаш рет өкініш пайда болды. Бір күні ол Ержанға: «Балам, немеремді көргім келеді. Мүмкін Айгүлді қайтадан шақырып көрерміз, деді. «Апа, сен оны әуелде қабылдамай қойғансың. Енді неге шақырғың келеді?» деп сұрады Ержан. Қалима апа бұл сұраққа жауап таба алмады. Ол тек өзінің жалғыз қалғанын сезінді. Десе де, Қалима апа Айгүлмен кездесуге бел буды. Ол келініне барып: «Айгүл, менің қателіктерім көп болды. Мен сені қабылдамадым. Бірақ сен менің балам мен немереме ең жақын адамсың. Баламды қызғанып, өзімді қалай ұстаудың ретін білмеппін», деді. Айгүл енесінің көзіне қарап, оның сөздерінің шынайы екенін түсінді. Ол көп ойланғаннан кейін: «Апа, мен сізді түсіндім. Бірақ өткен уақытты кері қайтару мүмкін емес», деп жауап берді. Қалима апа бұл оқиғадан кейін өзінің барлық әрекеттерін қайта қарап, көп нәрсеге өкінді. Ол өзінің қатал мінезі мен келін түсінбеуі отбасын бұзғанын түсінді. Бірақ бұл өте кеш келген түсінік еді. Баласын әрбір ана жанындай жақсы көреді. Қасынан шығарғысы келмей, кішкене бала кезіндегідей менің айтқаныммен жүрсе екен дейді. Бірақ та баласының өзінің жанұясы бар екенін, балалармен бақытты болып, ер жігіт ретінде өз жанұясының алдында жауапкершілікті мойнына алып, бақытты болғысы келетін кейбір аналар түсінбейді. Бұл не? Қызғаныш па, әлде өзімшілдік пе? Балаларымыздың бақытына балта шаппайық.